Сәлем достар, бүгін сіздермен Ташкент палауын жасаймын. Ең алдымен қазанға сұйық май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң етімізді салып, қызарғанша қуырамыз. Пияз саламыз. Пиязды 2-3 минуттай жақсылап қуырып, сәбізді саламыз. Сәбізді де жақсылап қуырып, зира салып, жақсылап қуырылған соң ноқатты салып, содан соң қайнаған суымызды құямыз. Ноқатты бір күн алдын қайнаған суға салып қоямыз. Тұз және бұрыш қосамыз. Дәмдеуіштер қосамыз. Менде лазер күріш. Күрішті жақсылап жуып, қазанға саламыз. Күріш батқанша су құямыз. Міндетті түрде күріштің бүкіл жері бірдей болып қайнап тұру қажет, әйтпесе күрішіңіз ала болып қалады. Күріштің суы жақсылап тартылған соң 20-30 минутқа демге қоятын боламыз. Міне біздің палауымыз дайын, нағыз Ташкент палау сияқты, дәмі өте керемет, дайындап көріңіз.